Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар, құрметті көрермендер. Бүгін біз әңгіме жасаймыз кофе туралы. Кофені біз барлығымыз білеміз, кофені күнде қабылдаймыз. Енді кофе туралы бізде қаншалықты мәлімет бар? Кофе деген бұл қалай адамға қандай әсер етеді, пайдасы қалай, зияны қалай? Сол туралы әңгіме жүргіземіз. Пайдасы, зияны туралы әңгіме еткенде, бұл біздің қазіргі современный Европа медицинасының көзқарасы басқаша, и ескі біздің халық медицинасы, яғни народный медицинаның көзқарасы совсем по-другому. Енді осы екеуінің, әзір осы екі медицинаның көзқарасы бойынша біз қазір кофені зерттеп, біз шығыс медицинасы бойынша әңгіме жүргіземіз кофе туралы. Шығыс медицинасы бойынша әрбір біздің қабылдайтын заттың өзінің энергиясы болар екен. Мысалы үшін кофе. Кофенің энергиясы бұл ыстық, құр болар екен да, яғни. Мысалы үшін алсақ көкшай. Көкшайдың энергиясы бұл суық. Организмге суық дегені бұл давлениені түсіреді, энергияны түсіреді. Кофе давлениені көтереді, энергияны көтереді. Bütün заттардың вообще алғанда шығыс медицинасы бойынша энергиясы ыстыққа, суыққа бөлінеді. Кофені алатын болсақ, кофе бұл адамның ыстығын көтереді. Ыстығын көтереді деген адамның энергиясын көтереді. Бұл қазіргі Европа медицинасы бойынша уже дәлелденген нәрселер. Адамның давлениесін көтереді, энергиясын көтереді, тестостеронды көтереді, қуат береді, осындай қасиеттерге ие. Енді біз білеміз, адамдардың 4 типке бөлінеді. Біз айтып өттік: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Енді осы 4 типтегі адамға кофе 4 түрлі әсер етер екен да. Оның үшін адам өзінің бірінші темпераментін білу керек, мижазын білу керек. Енді холерикті алатын болса, холериктің біз білеміз энергиясы көп, бұл очень тез әрекеттен адамдар. Яғни бұлардың іс әрекеті тез, бұлардың ойлау қабілеттері өте күшті. Енді бұлар кофені ішетін болса, оның энергиясын және көтерер екен. Энергиясын көтеріп, егер олар кофені одан нормадан тыс әсер қабылдайтын болса, олардың давлениесін көтеріп, ұйқысын қашырып, ашуын тез шығаратын қасиетке ие болар екен. Енді екінші типтегі адамдар сангвиник. Сангвиникке алатын болсақ, сангвиникке тоже кофе өте өзінің тиімді қасиеті болар екен, адамға өте пайдасы көп екен сангвиниктерге. Тоже сангвиник пен холерик бұлар кофені мөлшерден тыс қабылдауға бұлардың несі болмайды екен, зиян тиер екен бұларға. Егер көп қабылдайтын болса, бұлардың давлениесін көтереді, сахарын көтереді, энергиясын возбуждение қылып, ұйқысын қашырып, кері әсер етер екен. Енді біз айттық екінші типтегі адамдар, меланхолик пен флегматик. Меланхолик пен флегматик типтегі адамдарға кофенің өте маңызы үлкен болар екен. Яғни бұлардың энергиясы холерик пен сангвиникке қарағанда энергиясы аздау болар екен бұлардың. Әсіресе бұлардың ішінде меланхоликтің энергиясы өте аз. Сол үшін меланхоликтегі адам кофені өте қабылдау көп қабылдаса болар екен да. Сонда бұлардың энергиясын көтеріп, давлениесін көтеріп, настроениесін көтеріп, жақсы көңілде ұстап тұрар екен. Енді кофені егер сангвиник, біз айтып өттік, енді флегматик пен меланхолик. Егер флегматик адам ішетін болса кофені, флегматик кофенің даже адамды аздыру қасиеті бар екен да. Егер кофені ішетін болса, адамның аппетиті азайып, давлениесі көтеріліп, настроениесі көтеріліп, аппетиті тоқтап, яғни адамды аздыру қасиеті бар екен. Яғни флегматик адамдар кофені ішетін болса, оларда кофе адамға аздырар екен. Егер холерик адам, азу мәселесін айтып өттік қой, холерик адам кофені көп ішетін болса, ол холериктің семіруі өте қиын болар екен. Яғни наоборот, холерик адам кофені көп қабылдаса, ол наоборот бесін тастап, оның қанын қойылдырып, давлениесін көтеріп, ол адамның мазасын қашырар екен. Соның үшін біз айтып өтеміз, яғни Европа медицинасы бойынша бұл кофені тек қана адамдың тонусын көтереді, давлениесін көтереді, адамды возбуждение қылады деген мағынаны білдіреді. Енді біз бұны шығыс медицинасының бойынша үйренетін болсақ, 4 типтегі адамға бұлар 4 түрлі әсер етті. Соның үшін адам зат бірінші кофені қабылдағанда өзінің темпераментін білу керек, өзінің мижазын білу керек, өзінің мижазына қарап кофенің қабылдау мөлшерін білу керек. Яғни сангвиник пен холерик адамдарға кофені көп қабылдау онша мүмкін емес.
яғни өзінің мөлшерін біліп қабылдау керек. Және егер меланхолик болған, біз флегматик алатын болсақ, ол адамдар кофені өте қабылдаса, өте оларға үлкен пайдасы бар екен, холерик пен сангвиникке қараған кезде. Соның үшін шығыс медицинасында кофені қабылдау, значит, бұның ережелері, кофені қабылдаудың шарттары Европа медицинасында бұлардың айырмашылығы өте үлкен екен. Соның үшін әр адам өзінің энергиясын білу керек. Әр адам қабылдап жатқан кезде қайсы заттың қандай энергиясы бар. Кофенің энергиясы қалай, мысалы үшін свекланың энергиясы қалай, көк шайдың энергиясы қалай, алманың энергиясы қалай, бәрінің энергиясын біліп, өзінің темпераментін біліп қабылданса, бұл өте мақсатқа жақын болар екен деп білеміз. Рахмет.